Адам баласы өзін бір тамшы судан жаратқанымызды көрмей ме? Соған қарамастан бізге анық дұшпан болып шыға келгенін қайтесің? Өзінің жаратылысын ұмытып, бізге сонда шіріп жоқ болып кеткен сүйектерге кім жан бітіреді екен деп өзінше мысал келтіреді. Оларға ол сүйектерді әу баста кім жаратса, қайта тірілтетін де сол. Ол қалай жаратуды һәм әрбір жаратылысты толыққанды біледі. Ол сендер үшін жасыл ағаштан от шығарып берген Алла. Сендер соны оп-оңай тұтатып от жағудасыңдар. Көктер мен жерді жоқтан жаратқан Алланың дәл солар сияқтыны жаратуға құдіреті жетпейді дейсіңдер ме? Әлбетте жетеді. Өйткені ол не нәрсені болса да мінсіз һәм кереметтей етіп жаратушы. Бір нәрсенің болуын қалаған кезде, оның ісі оған тек бол деп айту ғана, сонда ол нәрсе бірден бола қалады.